Гимназия лицей. Менің есімім Құспангүл Бақыт, лицейдің биылғы түлегі боламын. Бүгін лицейіміздің 30 жылдық мерейтойына арнап оздырылған шарамыздың арнайы қонақтары мен түлектерінен, лицей ұстаздары мен оқушыларынан сұхбат алмақшымыз. Көрмеге келіп, қазіргі шәкірттеріміздің, мектептің оқушыларының ғылыми жобаларымен танысып жатырмыз. Сонымен қатар, мынандай керемет баннердің жанында өзіміздің класстастарымызбен бірге фотоға түсіп, сонымен қатар 95 жылдан бастап бітірген түлектердің фотоларын қарап, өзіміздің таныстарымызды тауып жатырмыз. Бүгінгі балалар өздерінің білімімен, ізденімпаздығымен және тапқырлығымен біздерді қуантты. Жақсы жобалар бар екен. Жас буынға, қазіргі мектептің оқушыларына айтар тілегім, сабақтарыңызды жақсы оқыңыздар, мұғалімдердің, ұстаздардың айтқанын тыңдаңыздар және ештеңеден қорықпаңыздар. Өмір тек қана басталып жатыр, барлығы сіздердің қолдарыңызда. Ештеңеден қорықпай, ешкімнің айтқанынан мойымай, тек қана алға жол тарта беріңіздер. Есім Жаңғалиев Ринат Жұмагелдіұлы. Осы лицейіміздің 1999 жылғы түлегіміз. Біздер енді сол кезде А, Б, В 3 класс бітірген болатымыз. Класс жетекшіміз Құралай Юсуповна Раимова. Енді лицейімізге биыл 30 жыл, өте қуаныштымыз. Сол шараға енді келіп тұрмыз, толқып тұрмыз. Класстастарымызды көреміз деп, және де сабақ берген мұғалімдерімізді көреміз деп, жаңа класс жетекшімізді көрдік. Лицейімізге әрі қарай табыс тілейміз, саналы оқушылар болсын. Лицейімізді туын биікке ұстасын, барша ұжымға, әкімшілікке табыстар тілейміз, толағай шығармашылық табыстар тілейміз. Мектеп үшін өте айтулы мереке. Бұл мектептің құрылғанына 30 жылдығын облыс көлемінде атап өтіп отырмыз. Бұл жұмыстың бәрінің басты қасында жүрген негізінен осы мектептің 95 жылдан бері бітіп келе жатқан түлектері барлық жұмысты ұйымдастырып, қолдау көрсетіп, іске асырып отырған. Түске дейінгі конференция дарын жастарға элитарлық білім атты конференциямыз өте көпшіліктің көңілінен шығатын пайдалы түрде жоғары деңгейде ұйымдастырылды деп айта аламыз. Себебі конференцияның жүргізушісі Жаңабек Растеғалиұлы ол көпшілікке танымал, осы мектепте алғаш еңбек жолын бастаған. Сонымен бірге 99 жылы республикалық жыл мұғалімі байқауының осы мектеп жұмысшысы жүріп иегері болған талантты мұғалім, осы мектептің тарихын терең білетін және өзінің кәсіби қызметін мектеппен байланыстыратын үлкен тұлға. Бұл мектепте тегін бала оқымайды. Әр ауданнан, әр ауылдан ең дарынды балалар іріктеліп алынады. Жетістіктерге жетіп жатады сол балдар өзінің талантымен, білімдарлығымен көзге түсіп. Республикада біздің кезімізде мынандай үрдіс болатын. Алдыңғы шептен көрінуіміз керек дейтін. Сол үдеден қазіргі оқушылар да шығып жатыр деп естеймін. Енді осындай 30 жылдық мерейтойда жолықсудың сәті түсіп тұрған кезде түлектерге биыл бітіруші сәттіліктер, жақсылықтар тілеймін. Барлығы жоғары балл жинасын дегім келеді. Енді жалпымен бұл лицейде 2007 мен 2014 жылдардың арасында жұмыс істедім. Тарих пәні мұғалімі болдым, орынбасары болдым директордың. Тек қана облыс емес, бүкіл республикаға аты белгілі іргелі оқу орны ғой. Облыстың беткеұстар мектептерінің бірі. Сондықтан бұл мерейтой біз үшін ғана емес, бүткіл облыс жұртшылығы, мектептің жүздеген түлектер үшін үлкен қуаныш, той. Мектебіміз өркендей берсін. Болашақта да жоғары орындардан көрейік. Туы биік болсын. Жақсы күндерін көре бергіміз келеді ғой. Өзіміздің мектеп болсын. Осыдан 30 жыл бұрын 93 жылы лицей ашылғанда осы ауылдан келіп, осы мектепте оқып,
2 жыл білім алып, жан жаққа тарап кеттік қазір енді біздің түлектер. Бұл мектеп бізге не берді біріншіден? Бұл мектеп бізге сапалы білім берді, саналы тәрбие берді, және өте сенімді серіктес достар берді. Сол осы үш нәрсе қосылғанда біз жұмыс жасап, қоғамда өзіміздің орнымызды тауып, еліміздің дамуы үшін белгілі бір дәрежеде әртүрлі салада жұмыс жасап жатырмыз.